Баршаңызға сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ерекше алма сүзбелі пирогының рецептімен бөліскім келіп тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңызды, достарыңызды осындай ерекше пирогпен қуантыңыздар. Қыздар, егерде менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, міндетті түрде қоңыраушаны басып кетіңіздер. Және де егерде түсінбегендеріңіз болса, комментарияға жазып сұрасаңыздар, міндетті түрде жауап қайтарамын. Ендеше рецептпен бөлісе кетейін. Құрғақ құтысқа ұнымызды еле-кезектен өткізіп аламыз. Ұнымыздың ішіне бір қасық шайнай сода немесе разрыхлительмен алмастырсаңыздар болады. Екеуінің біреуін ғана қосыңыздар. Ұнымызды еле-кезектен өткізіп алдық. Енді оған сары майымызды морозильниктен алынған міндетті түрде. Бұны теркадан өткізсеңіздер де болады, не болмаса осылай пышақпен майдалап өткізсеңіздер де болады. Енді біз осымен песочный тестосын дайындаймыз бірінші. Сары майымыздың бәрін майдалап туралап аламыз. Енді оны жақсылап араластырыңыздар. Ұнымызбен жақсылап араласқан кезде өзі талқан сияқты тәрізді сарғыш түске боялады. Және түгелімен ерітулеріңіз керек майымызды. Арасында майлар қалып кетпесін. Жақсылап араластырыңыздар. Міне бізде осындай сарғыш түске боялды ұнымыз. Жақсылап араласты майымызбен бірге. Енді шекеріміз қосамыз. Тағы да араластырып аласыздар. Арасында ерімей қалған майларымыз болса, жақсылап осы кезде тағы да бір араластырып алыңыздар. Енді осыған жұмыртқамыз қосып жібердік. Алғашында бірікпейтін сияқты болып көрініп тұрады. Бірақ кейінірек бұл тестамыз бірігіп қамырға айналады. Жақсылап араластырыңыздар. Бірігіп қамыр илейміз. Міне осылай бұл майға иленгендіктен бұны жарты сағатқа морозильникке салып қойыңыздар. Енді салмасын дайындайтын болсақ, салмасына мен 2 алманы қосам. Оны осылай солонкалап турайсыздар. Морозильниктен алған қамырымызды осылай жайып шығасыздар. Жарты сағатқа салып қойыңыздар, өйткені ол тек майға иленгендіктен жайылу қиын болады. Егер холодильниктің өзіне салсаңыздар, 1 сағат көлеміне қоясыздар.
шет-шетіне түгелдей қамыр жайылып, енді біз алманы салынып тұрап болғанбыз. Осыны салып шығамыз, айналдыра. Енді сүзбен дайындасақ, бұған творожный сырмен де алмастырсаңыздар болады. Менде үйде осындай творог бар тұғын, қол творогы. Соған шекерімізді қостық. Енді блендермен жақсылап езіп аламыз, біркелкі қалыпқа келтіріп. Мына біздің творогымыз біркелкі қалыпқа келді. Енді бұған жұмыртқамызды қосып жіберсек, тағы да араластырып аласыздар. Мына енді жаңағы салмасына творогты қосамыз. Енді біркелкі қылып жайып алыңыздар. Пешіңізді осы уақытта қосып қойыңыздар. 180 градуста 35-30 минутта пісіріп аласыздар. Осылай салып, енді пешке 180 градуста 30-35 минутқа қойып пісіріп аламыз. Енді безен дайындайтын болсақ, мұнда біз жұмыртқаның ағысын мен сарысын бөлдік. Менде ағуызын шым-шым тұз қостым. Бұл біздің жұмыртқамыздың көтерілуіне көп себебін тигізеді. Енді жақсылап қол миксермен де қолдансаңыздар болады. Араластырасыздар. Көлемін 2 есе ұлғайта бастаған кезде біз шекерімізді бөліп осылай қосасыздар. Шекерімізді бөліп қосып жатырмыз, байқасаңыздар. Жақсылап миксерлеп қоюлана бастады біздің ағуызымыз. Біздің ағуызымыз дайын. Пісіп шыққан, уже байқасаңыздар, пісіп шықты. Оның бетіне осылай ағуызымызды саламыз. Белогымызды тағы да 180 градуста 10 минутқа, не болмаса 5 минутқа пешіңізге байланысты пісіріп аласыздар. Тағы да бір қойып шығасыздар. Бір қалыпқа келтіріп, осылай жағып алыңыздар. Шет-шетін бәріне түгелдей жабылу керек. Бес-он минутқа тағы да пісіріп аласыздар. Міне біздің алма сүзбелі пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер қыздар. Астарыңыз дәмді болсын.